Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? 2021 жылы, яғни осы жылы болашақ бағдарламасы арқылы Ұлыбританияға Бирмингем университетіне компьютер ғылымдары факультетіне докторантураға оқуға түстім. Осы түскенімді болашақ тапсырушыларға жәрдем болсын деп бастан аяқ түсіндіріп өтіп кетейін. Сырт елге тапсырмас бұрын өзіңіз үшін IELTS-ға дайындалып IELTS тапсырасыз. Мен оны 2020 жылы Жамбыл ауданы Алматы облысында гимназияда информатика пәні мұғалім болып істеп жүріп, отпуск күнің кезінде, яғни жазғы демалыста оқулық сатып алып IELTS оқуын. Сөйтіп, сол оқулық бойынша дайындалдым 2 айдай. Отпуск күнің барлық күні соған кетті. Сосын 26 август күні IELTS емтиханына ақша төлеп, яғни британский консульствода болады ол. Және басқа жерлерде де болады, Интерпресс деген жерге де тапсыруға болады. Тапсырдым, яғни 26 август күнін таңдадым, тест. Сол күн тапсырдым. Енді ойлаған балым 6,5 болса екен деп отқан едім ол кезде. IELTS-тан 6,5 алып кетсем, сонда Англияға, Америкаға тапсырамын деген ой бар еді. Бірақ өкінішке орай 6 деген жалпы бал 6 деген шығып қалды менде. Бірақ әрбір секциясынан 5,5-нан кем емес менікі. Енді 6 дегенменді кейбір елдерге докторантураға оқуға түсуге болатынын білетін едім сол кезде. Яғни Кореяға кейбір университеттер қабылдайды, Японияда кейбір университеттер қабылдайды 6 деген балмен докторантураға. Және басқа да Қытай елінің университеттері де қабылдайды. Сөйтіп, осы балмен, 6 деген балмен болашақ бағдарламасы арқылы тапсырайын деп, осы жерден университеттердің тізімін қарадым. Қандай университеттер бар? Яғни оны мына жерден кіресіз, үміткерге деген жерге кіресіз. Бұл жерде жоғалар деп қойды, жоғары оқу орындар. Қандай жоғары оқу орындар бар, яғни қандай университеттер бар, тізімі берілген. Соң әр қайсысын тексеріп отырасыз. Қай университет неше балл сұрап тұр. Енді ол мамандыққа да байланысты бір жағынан. Менікі компьютер ғылымдары болғасын, компьютер ғылымдарына IELTS сәл шекті балы, сәл төменірек болады басқа бағыттағы мамандықтарға қарағанда. Яғни гуманитария бағытындағы мамандықтар жоғары болады, шекті балы IELTS-тың. Көбіне 7 балл сұрап қояды гуманитар бағытындағы мамандықтарға. Менікі компьютер ғылымдары, ол инженер бағытындағы мамандық болғасын, 6 деген баллда менде өтіп кетуге болады. Яғни Англияның кейбір университеттері 6 деген баллда сұрап қояды инженер мамандықтарына. Сосын бұл жерде мен көзім түскені Корея емес, Япония емес, Англия елдеріне түсуге болмас па екен деген ой пайда болды. Сөйтіп, мына бір университетке келіп көзім түсті. University of Birmingham көріп тұрғаныңыздай. Бұл жерде көп мамандықтарға, гуманитар бағытындағы мамандықтарға 7, кемінде 6,5 сұрап қойыпты. Бірақ менің бағытыма компьютер мамандығына, Birmingham, University of Birmingham, Computer Science PhD, осы жерде талап етілген балын қарадым. PhD Computer Science-ға неше балл сұралған. Қарасам, IELTS 6 сұралып тұр. Әрбір секциясынан 5,5-нан кем болмау керек. Менікі осы талапқа тура келіп тұр. Сосын осы факультетке мына жерде ғылымдар таңдайсыз, қай ғылым? Мен искусственный интеллект, жасанды интеллектке тапсырдым. Осы себебі мен алдым магистрода жасанды интеллектке байланысты тақырыпты таңдап, ғылыми жұмысыма сондай таңдап, сол бағыт бойынша кеткен едім. Соның үшін осы бағытты таңдап, осы жерде профессорлерге хат жазып отырдым. Өзім істеген жұмысымды таныстырып. Сосын
2021 жылы 10 август күні осы университеттен оффер алдым. Оффер дегені ол қабылдану туралы құжат. Яғни осы университетке толығымен қабылданыңыз деген құжат. Болашаққа тапсыру үшін осындай құжат керек болады. PhD in Computer Science, бағана айтқандай Жамбыл ауданы, Қарғалы ауылы, Алматы облысында Бакиев Бақытқа жіберілген 10 август күні. Компьютер ғылымдары мамандығында 48 ай 21 сентябрьден бастайды деп жазылған. Және оның шарты болашаққа тапсыру үшін бұл құжатта мына жерінде мына offer unconditional болу керек. Менікінде міне unconditional деп жазылып тұр. Кейбіреулерге offer conditional деп келеді. Оны сіз unconditional қылу керексіз. Яғни ол жерде де тағы уақыт кетеді. Conditional қандай кезде береді? Егер де IELTS-ыңыз төмен болып қалса, сізге conditional береді. Оны сосын IELTS-ыңызды жоғарылату керек. Солардың сұраған талабындағы балды жинау керексіз. Шекті балды. Сосын сізге қайтадан IELTS-ыңызды жібергесін, шекті балын жинап жібергесін, сіздің offerіңізді unconditional деп қайтадан жібереді екінші рет. Оған тағы бір уақыт кетеді. 2 айдай уақыт кетеді. Яғни мен бірінші тапсырғандай-ақ unconditional ала салдым. Себебі менің шекті балым тура келіп тұр. 6 деген IELTS олардың талап етілген балына қанағаттандырады. Осыны алып мен болашаққа тапсырдым. Болашақ сосын құжаттарды қабылдады. Стипендия иегерлері деген барлық этаптарынан өтіп болғасын, яғни емтихан тапсырып барлық этаптарынан өтіп болғасын, 2021 жылы 8 қыркүйекте иегерлер тізімі, стипендия иегерлер тізімі, сол тізімде өзімнің атымды таптым. Осы тізімде Бакиев Бақыт Кенжебаевич тұр. Сосын қуанып, бала-шағаммен бәріміз қуанып, осы жаққа оқуға аттандым. Егер картаны ашып қарайтын болсақ, Бирмингем, Ұлыбританияның дәл ортасында жайласқан қала. Бирмингемнен Лондонға дейін 191 км көлікте баратын болсақ, 2,5 сағат уақыт алады. Бирмингем ол екінші үлкен қала болып саналады. Лондоннан кейін Лондон бірінші ең үлкен қала болса, Бирмингем екінші үлкен қала. Қалған үлкен қалалар олар Манчестер, Ливерпуль, Шеффилд дегендер солтүстік жағында жайласқан Бирмингемнен. Яғни Бирмингемнен ол қалаларға да бару, немесе Лондонға да бару өте ыңғайлы ортада тұрғасын. Лондонға 2,5 сағатта барсақ, мына жақта одан да аз уақытта барып қайтуға болады. Манчестер мен Ливерпуль, Шеффилд сияқты қалаларға. Университеттер тізімін болашақ бағдарламасы әлемдік рейтингке қарап жасайды. Университет Бирмингемді қарайтын болсақ, мына тізімге қарайды болашақ бағдарламасы. Top Universities, бұл QS рейтингі. Бұл жерде университет Бирмингем 90 орында болған осы жылғы рейтинг бойынша. Сосын 2019 жылы 79 орында болған дүниежүзілік рейтинг бұл. Сосын болашақ бағдарламасы қарайтын рейтингтердің бірі ол Times Higher Education. Бұл жерде де университет Бирмингем 105 орын осы жыл сәл түскен екен. Және де бұдан басқа бір-екі рейтинг бар. Әлемдік рейтингтер, университеттер рейтингі, яғни біреу Қытайдікі, біреу Американікі. Бірақ ең танымалдары осы екеуі болып саналады. QS пен Times Higher Education. Осыларға қарап, жалпы болашақ бағдарламасы өзінің университеттер тізімін жасап отырады. Университеттің общитиясын көрейік деп келген едім бүгін. Мынандай көріністе екен. Общитиясы 3 этажды.
Студенттер осында тұрады. Бирмингем университетінде. Қазір кіріп көреміз. Мынандай құлыптаулы. Кнопкасын басамыз. C 1 3 5 4 B. Ашылды. Әр этажда есігі бар. Бірінші этажда құлыптаулы. Біздің тұратынымыз нешінші комната еді? 25-ші квартира, 3-ші комната. Міне 25. 25-ке кіріп көреміз. Құлыпталып қалады есігі кірген кезде. Бір. Мынандай екен. Ең арзан квартирасы, общежитиядағы орны осы екен. 91 фунт стерлинг аптасына. Стол бар, сабақ оқу үшін. Мусорный шелек бар, ведро. Отырады, өзінің доскасы бар мына жерде, тақтасы. Несі бар, шкаф бар міне. Шкаф. Бір орындық ба, мына жерге заттарды қойып қойғай. Мына жерде тоқататын нелер бар екен. Үш жерде отырып, Құдай қаласа, сабақ оқимыз енді 4 жыл қатарына. Бәлкім басқа комнаталарға көшу мүмкін, жақынырақ болатын. Істеп тұр. Кухнясы. Кухнясы мынандай общий кухня. Мына жерде холодильнигі бар, міне үлкен холодильникте бар. Мынау морозкасы. Ет сап қоюға, анау нәрсе. Мынау холодильник. Микроволновкасы бар. Шай демдеуге мына несі бар екен. Шкафтар бар, мына жерге заттар сап қоясын. Газ, міне газ плитасы. Посуда жууға. Мына жерде тамақтануға болады отырып. Орындықтар бар мына жерде. Яғни барлық мүмкіндіктер жасалған. Мынау көршілер. 3-ші комната, 2-ші комнатаны мен алмақшымын. Мына жақта несі бар? Көрейік. Туалет бар екен, қол жуатыны бар ішінде. Сабын бәрі бар. Мына жақта душевой бар. Бұл жақта да туалет бар. Қол жуатыны бар. Душевая кабина. Ең арзан общежитиясы бұл. Бұдан басқа да общежития көп. Мына жерде почтадан хаттар келген. Соған тасып кеткен заттарды. Хаттар шашылып қойыпты. Жинап қояйық. Болды. Мына жақта басқа несілер де бар, бөлмелер де бар. Көршілер яғни 26-ші квартира десек, квартира дейін десең, ішінде бөлмелері бар тағы. Бөлек-бөлек. 27. Сондай. Ең арзаны осы болып тұрмаған қазір.
басқа да варианттар бар. Общитияның түрлері бар екен бұл Бирмингем университетінде. Қазірше осы арзанды топ көре берейік. 91 фунт стерлинг. Аптаға есептегенде бір аптасына. Сонда айына 360 фунт стерлинг болатын. Андай көріністе. Общитиямыз мынандай 3 этажды. Общитияның жанында мынандай кір жуатын несі бар екен. Осы жерге кірлерді жудыртуға болады. Немесе өзің келіп жууға болады. Бір талай кір машиналар тұр мына жерде. Сондай лондри дейді екен бұны. Басқа общитиялар. Бәрі осы 91 фунт стерлинг тұратын общитиялар бұлар. Қымбатырақ общитиялар оның аржаны тұрады. Олар 100-ден асады. Аптаға есептегенде. Бұларда аптаға есептейткен барлық нәрсені. Олар бакалавр студенттердің общитиялары 5 этажды ма? 6 этажды екен. Бір талайы бар. Бұл жерге тек бакалаврға түскендерге береді. Бакалавр студенттер. Общитиядан келем дегенше жолда шай ішіп, тамақ жеп жүре беріп, кеш болып қалды. Факультетімге қайтып келдім, School of Computer Science. Computer Science. University of Birmingham. University of Birmingham Computer Science. Факультетіміз осындай. Бізде факультет дейді, бұл жақта School of Computer Science. University of Birmingham College of Engineering and Physical Science-ға жатады. Computer Science факультеті. Бәрі кеш болғасын қайтып бара жатыр үйлеріне. Кабинетті көрсетейін. Докторанттардың кабинетін. Андай, аржақта төменде бакалаврлар отырады, сабақ оқып. Жоғарда профессорлар отырады. Мына жерде ортасында докторанттар. Және постдоктор да бар. Біздің кабинет мына жерде 145 деген. А, 124 деген. Осы жерде, бұл жерде де құлып 400. Бұл жерде докторанттар отыр. Мынау біздің стол. Осындай. Шамамен енді 4 жыл осы жерде өмір өткіземіз. Мынау біздің шкаф. Болашақ сумкасы да берген. Осы жерге зат сап қоясын, құлыптап қоясын. Ашылмайды. Осындай.
Қазақ болып тумағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ.